Сосын Қамажай магазиніне бір 5-10 минутта жетіп бардық. Сол кезде жолдың бер шетіне түстік. Сол Қамажай магазин жолының ар шетінен мен жүгіріп өттім. Өткен кезде магазиннің алдында 10-15 шақты адамдарды көреміз екеуміз. Әжесі мен артында келе жатқан. Сол кезде адамдардың арасын қыздарды көрем, 2 қызды көрем. Одан кейін жаңағы сол жерде біреу біз келе салмен магазин алдында тоқтай салмен біреу делайте деп айтады. Мен соны естимін. Сол кезде бұлар жабылып кетеді. Сол кезде әжесі жүгіріп келеді да, балаларым қойыңдар деп солай айтып жатқан кезде жаңағы Абзал жұлқып жібереді қолынан. Сосын мен ширатқа жүгіріп баратқан кезде Абзал мен Нұрбол қолымнан ұстап алады. Оларға жібермейді. Сол кезде мен айтам оларға, мен баламыма тимеңдерші, мен анасымын, тимеңдер деп өтінем. Сол кезде Абзал маған айтады, аузыңды жап. Сосын мен былай қарағанымда, магазин жаққа қарағанымда 2 қызды көрем. 2 қызға қарап айтам мен, скорый милиция шақырыңдаршы деп сөйтем. Ол қыздар маған қарап тұрды. Ештеңе істеген жоқ. Сол кезде мен Шираттың аузынан бұрқ етіп қан аққанын көрем. Ширатқа жүгіріп барам. Сосын Шират айтады, мама мына жағымды қараңызшы деп сол жағын көрсетеді. Сосын пышақ салғанын көрем сол кезде. Мен уже аузынан қан кеткеннен кейін мен болды, уже өледі деп ойладым.